Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалысқа берілген есептер. 29-ші сабақ. Бірінші тапсырмаға қарайық. Есепті шығар. Сәуле велосипедпен 800 метр жолды 4 минутта жүріп өтті. Оның жылдамдығы қандай? Арман 4 сағат ішінде 16 километр жолды жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Есепті шығарамыз. Ара қашықтық белгілі. S 800 метр, уақыт белгілі, T 4 минут, жылдамдық белгісіз, V белгісіз метр минут деп жазамыз. Жылдамдықтың формуласын еске түсіреміз. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. Енді орнына қояйық. 800 метрді 4 минутқа бөлеміз, 200 метр минут. Жауабы Әлияның жылдамдығы 200 метр минут екен. Екінші тапсырмаға қараймыз. Қандай шамалар белгісіз, оларды қалай табуға болатынын түсіндір. Жылдамдық уақыт ара қашықтыққа есеп берілген. Бірінші жылдамдық 60 км сағат, ара қашықтық 180 км, уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 180 км-ді бөлеміз 60 км сағатқа, 3 сағат шығады. Екіншісі ара қашықтық 140 км, уақыт 2 сағат, жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. 140 километрді 2 сағатқа бөлеміз, 70 км сағат. Үшінші, жылдамдық белгілі 90 км сағат, уақыт белгілі 5 сағат, ара қашықтықты табуымыз керек. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 90 км сағатты 5 сағатқа көбейтеміз, 450 км. Үшінші тапсырмаға қарайық. Есептерді шығар. Жүк пойызының орташа жылдамдығы 40 км сағат. Ол 5 сағат ішінде қанша жол жүреді? В орташа жылдамдық 40 км сағат, уақыт 5 сағат. Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Орнына қоямыз. 40 км сағатты 5 сағатқа көбейтсек 200 км шығады. Жауабы 5 сағат ішінде 200 км жол жүреді. Әсін қарайық. Кесіртке 10 секунд ішінде 20 дециметр жүгірді. Ол қандай орташа жылдамдықпен жүгірді? Орташа жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. 20 дециметрді бөлеміз 10 секундке 2 дециметр секунд. Кесіртке секундына 2 дециметр жылдамдықпен жүреді екен. Салт атты 14 км сағат орташа жылдамдықпен 42 км жүрді. Ол осы жолды жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 42-ні бөлеміз 14 км сағатқа, 3 сағат шығады. Жауабы 42 км жолды жүріп өту үшін салт аттыға 3 сағат уақыт қажет болады. Есіңде сақта, егер жылдамдық км сағатпен көрсетілсе, метрге өрнектегенде былай айтылды. 1 км 1000 метр, 1 сағат 60 минут. Мысалы 36 км сағатты метр минутке өрнектегенде 36-ны көбейтеміз 1000 метрге бөлеміз 60 минутқа. 36 км сағатымыз 600 метр минутқа тең. Енді осы ережені пайдалана отырып 4-ші тапсырманы орындайық. Жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте. 6 км сағатты метр минутқа өрнектейміз. 6 км сағатты метр минутқа өрнектеу үшін 6-ны 1000-ға көбейтеміз, бөлеміз 60-қа. Өйткені 1 километрде 1000 метр бар. 6 мен 1000 метрдің көбейтіндісі 6000 метр. Оны 60 минутқа бөлеміз 100 метр минут. 6 км сағатымыз 100 метр минутқа тең. 30 метр минутты метр секундқа өрнектейміз. 300 метрді бөлеміз 60 секундқа. 5 метр секунд. 5-ші тапсырмаға қарайық. Үшеумізде де 10-10-нан асық бар еді ғой. Енді кімде қанша асық қалды деп сұрады балалардың үлкені. Онша көп ұтқыза қойған жоқпын деді ең кіші бала. 10 қалтамдағы асықтың біреуін сол қалтама салсам да, онда 2 қалтамдағы асық теңеседі. Ал егер сол қалтамдағы асықтың біреуін 10 қалтама ауыстырсам, онда 10 қалтамдағы асық сол қалтамдағыдан 3 есе көп болады. Онда сендегі барлық асық менің ұтып алған асығыммен тең екен деді балалардың үлкені. Менде қалған асық саны сенің барлық ұтып алғаныңның жартысындай ғана, деді ортаншысы үлкеніне. Ойыннан кейін балалардың әр қайсысында қанша асықтан болды?
шешуі кіші баланың оң қалтасындағы асық санын сол қалтасындағы асық саны деп теңдеулер жүйесін құрастырамыз. Осы жүйені шешсек шығады. Кіші балада барлығы 8 асық қалды. Үлкенінің ұтып алған асықтар саны 8. Оған алдыңғы 10 асығын қоссақ 18 болады. Жауабы үлкенінде 18 асық, кішісінде 8 асық, ортаншысында 4 асық қалады. 6-шы тапсырмаға қарайық. Арман 6 км/сағат жылдамдықпен қозғалды. 30 минут ішінде ол қанша метр жол жүреді? Шешуі ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бізде жылдамдық 6 км/сағат, уақыт 30 минут. Бұл жерде сұраққа назар аударайық. Жылдамдықты км сағатпен көрсетіліп тұр және қанша метр жол жүрді деп сұрап тұр. Яғни біздер бұл жерде км сағатты метр минутқа әуелі айналдырып аламыз. 6 км сағатты метр минутқа айналдырғанда 100 метр минут болады. Енді орнына қоямыз. 30 минутты көбейтеміз. 100 метр минутқа 3000 метр. 30 минут ішінде Арман 3000 метр жол жүреді. Араның орташа ұшу жылдамдығы 30 метр минут. 20 секунд ішінде ол қанша метр жерді ұшып өтеді? Бұл жерде ара қашықтықты табу керек. 30 метр минутты әуелі метр секундқа айналдырамыз. 30 метрді бөлеміз 60 секундқа, 2-ден 1 метр секунд болады. Ара қашықтықты табу үшін 20 секундты көбейтеміз 2-ден 1 метр секундқа, 10 метр. Жауабы ара 10 метр жерді ұшып өтеді. 7-ші тапсырмаға қарайық, тексере отырып есепте. Әуелі бағандап орындаймыз, содан кейін тексереміз. 20.002 мен 3-тің көбейтіндісі 60.006. 60.006-ны 3-ке бөлеміз 20.002. 20.002 мен 3-тің көбейтіндісі 60.606. 60.606 мен 3-тің бөліндісі 20.202. 30.303 пен 3-тің көбейтіндісі 90.909. 90.909 пен 3-тің бөліндісі 30.303. 40.404 пен 4-тің көбейтіндісі 161.616. 161.616 мен 4-тің бөліндісі 40.404. 18.009 пен 3-тің бөліндісі 6.003. 6.003 пен 3-тің көбейтіндісі 18.009. 18.009 пен 9-дың бөліндісі 2.001. 2.001 мен 9-дың көбейтіндісі 18.009. 90.078 пен 3-тің бөліндісі 30.006. 30.006 мен 3-тің көбейтіндісі 90.078. 90.018 пен 9-дың бөліндісі 10.002. 10.002 мен 9-дың көбейтіндісі 90.018. 9-шы тапсырмаға қарайық. Сәуле бір сан ойлады. Оны 9 есе арттырып 35-ке кемітті. Сосын шыққан нәтижені 4 есе кемітіп 38-ді қосқанда 63 шықты. Сәуле қандай сан ойлады? Ойлаған санды x деп алайық. Жақшаның ішіне x пен 9-дың көбейтіндісі азайтамыз 35-ті, бөлеміз 4-ке, қосамыз 38-ді, тең 63. X пен 9-дың көбейтіндісінен азайтамыз 35-ті, бөлеміз 4-ті, тең 63 пен 38-дің айырмасына. X пен 9-дың көбейтіндісін азайтамыз 35-ті, бөлеміз 4-ті, тең 25-ке. Енді өрнекті ары қарай ықшамдаймыз. X пен 9-дың көбейтіндісінен азайтамыз 35-ті, тең 25 пен 4-тің көбейтіндісіне. X пен 9-дың көбейтіндісінен азайтамын 35-ті, тең 100-ге. X пен 9-дың көбейтіндісі тең 100 пен 35-тің қосындысына. X пен 9-дың көбейтіндісі 135-ке тең. X-ті табу үшін 135-ті 9-ға бөлеміз. X 15-ке тең. Орнына қоямыз. 15 пен 9-дың көбейтіндісін азайтамыз 35-тен, бөлеміз 4-ті, қосамыз 38-ді, тең 63-ке. Жауабы сәуленің ойлаған саны 15. 10-шы тапсырмаға қараймыз. Берілген мәліметтер бойынша есеп құрастыр. Мысалы, шаңғышы 18 км/сағат жылдамдықпен 36 км жүгірді. Ол осы жолды жүгіріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? Жылдамдық 18 км/сағат, ара қашықтық 36 км, уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 36 км-ді бөлеміз 18 км/сағатқа 2 сағат. Жауабы шаңғышы 36 км жолды жүгіріп өту үшін 2 сағат жұмсады. Екіншісін қарайық. Велосипедші 24 км/сағат жылдамдықпен 3 сағат жүрді. Ол 3 сағат ішінде қанша ара қашықтықты жүріп өтеді? Ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Орнына қоямыз. 24 км/сағатты көбейтеміз 3-ке.
72 км. Жауабы: велосипедші 3 сағатта 72 км жолды жүріп өтеді.